басылымы Қытайға барып тұрады ма? Өз Қытайдың қазақтар тұрған жеріне барып, біздің қазақтар қандастарымыздың қандай тұрмысы, қандай жұмыс істеп жатыр, қалай күн көріп жатыр, қалай нан тауып жатыр деп барып көрді ме? Жоқ, енді біздің департаменттің бастығының құзыреті шектелген ғой, дегенмен комитеттің бастығы Қабылсаят Әбішев шетелдерге барып қайтады. Кеше ғана біз алдық Сауд Арабиясынан 28 адамды Ақтау қаласына бейімдеу орталығына жіберді. Қателеспейтін сияқтымыз. Жалпы көші-қон не үшін керек? Қытайда қазақтар жанбаған алмай отырған осылай көшет деген ұғым болмау керек. Көп адамдардың әлеуметтік жағдайы жалпы алғанда Қазақстанның көптеген ауылдарын жақсы. Мен Қазақстан жағдайын жақсы білемін, Қытайдың жағдайын жақсы. Өткенде солтүстік облыстардың бәрін араладым, көрдім. Жалпы инфрақұрылымдардың қалыптасуы, тағы осы жақын Қытайдың қазақтарының отырған жерлері, тұрмыстың өресі және қазіргі мына орталықтың қолданылған саясатына байланысты олардың әлеуметтік жағдайы бізден әлдеқайда жақсарады. Әңгіме ол емес. Әңгіме олар енді ұлт ретінде қала ма жоқ па? Ұлт ретінде қала ма жоқ па? Әңгіме осыған байланысты. Сол үшін де оларды көшіру керек. Көшіру ол Қазақстан үшін керек. Бірінші кезекте. Ал енді олар мүмкін адам ретінде жақсы өмір сүріп қалатын шығар, бірақ ұлт ретінде өмір сүріп қалмай ма? Олардың ұрпақтары не болады? Біз айдың күн аманда миллиондаған туыстарымызды көз алдымызда жоғалтып қоямыз ба жоқ па? Бұл Қазақстан үшін жауапкершілік. Біз осыған қарауымыз керек. Мәселен. Оралмандар түс көп еді ғой өзі. Бірінші сол жақта қалғандар, енді оралмандар емес, сол жақта қалған қазақтарымыз бар. Келген оралмандар біз келмеген қазақ қайту керек деген айтты. Келмеген қазақ. Жаңағы дейін келіп, сол мемлекеттің азаматтығымен жүрген келіп кеткен қазақтар. Одан кейін біреуі келіп азаматтық алған қазақтар деп үштің өледі ғой. Соның осы үшіншісі жаңа азаматтық алған туралы. Осылардың көбі өзі алғашқы келген зиялы қауым. Көп 90 жылдардың басында өзі бір топ зиялы қауым, содан кейін сол кісілер жаңағы бәрі солар келді. Ал осылардың енді бәлкім жаңағы жұмыстың ішінде бар болуы мүмкін, осылардың жұмысқа жаңа тартылуы қаншалық соны негізгі басты орынға қою керек. Содан кейін бізді оларды көргеннен кейін жастар да содан кейін өздігінен мынандай үлкен осындай жұмысқа тартылып жатыр. Енді бізде мына оқып жатқан қаншама жастар жатыр. Олар кейде солардан күдер үзеді, өйткені олардың бәрі бос базарда жүр. Олар іштен істемегенде біз не істейміз деген бір нәрсе тұр да. Сол осыны ұсыныс жасау керек осылай үлкен жасау керек. Тұрсынал ағамызға міне сөз кезе келген сол кісі ойынша қарай жағалайды осы сөз. Соның үй дайындалды. Мен әлгі жиында ойымды да ұсынысымды айтқанмын, ол мына Қазақия газетіне басылыпты. Сондағы басты мәселенің бірі Қытай менен Қазақстанның көші-қон келісімі жоқ. Бұл әл болмаса көші-қон байсалды болмайды дегенді айтқан. Рас болса жаңа мұханың айтуында бұл іс әл болды, келісім жасайтын болды дейді. Егер осы келісім жүзеге асып кетсе, Қытайдан келген қазақтардың көші байсалды болады деген сөз. Дұрыс. Енді басқа республикаларға қарағанда Қытайдан келетін қазақтарда келуінің өзі жауабы. Оны бағанында дәлелдеп айтып жатыр ғой, мен оны да айтып отырмаймын. Оған ақшасы бар, бесі бір ғана келеді. Ал енді нақсымыстан, мәселен, мынау депутаттыққа Ассамблеяға 9 орын береді. Мына оралмандардан бірде бір депутат болған жоқ. Осыны да жеткізсе. Ал оның кейінгі бір айтарым, мен осындай жиындарға қатынасып жүрміз. Мен Отан партиясының да жиындарына қатынасқан. Сонда көп мәселелер бұл айтылады да, кейін ол елбасының құлағына жетпей қалатын сияқты. Мүмкіндігі бар, осыны елбасының құлағына жеткізсеңіздер біздің айтқан сөздеріміз. Дұрыс, міне нақтылы. Ал Сіләмпат аға. Мен айтайын, басқаша сөйлемей қояйын. Мен оралмандарды қазір келді, мына балалар көп оқып бітіріп жатыр ғой. Барлығы да жұмыссыз жүр. Ешқандай баспанасын айтпай-ақ қояйын енді. Осы балаларды келгендер маманданаға әр жерлерге жұмыс орналастырса. Қазір ешқандай орында жаңа ауылдың әкімінде оралман дейді ғой. Ауылдың әкімін қойып, ауылда бұл әкімдік істеп отырған бір оралман тұрмыз. Маманды болар burada. Кейбір газеттер айтып отыр. Мына жігіттер газеттерін алып жүр. Смағұл Елубай аға кезінде газеттерін алған жігіттерді. Мына кім аға Шалқартықтың басырет тұрып тұрған кезде оралманды түгел жинап алып сондай газеттерде болмаса басқа жерде істеп жүрген оралман бар деген. Мына жаңадан оралмандарды алып Шалқартық істетіп отыр ki осы секілді болмаса қалған нәрселердің бәрі өтірік. Оралмандар жұмыс орналастырмай еш нәрсе шешілмейді.
екінші сорт, үшінші сорт адам ретінде қарамау керек. Ал енді жүрегі жаңа мен қосымша айта кетейін, бір ұйза мәселесі. Ұйза мәселесі түрім жүрегі. Ұйза мәселесі 20 жылдан бері түбегейлі бірде-бір шешіліп көрген жоқ. Анам мына дейді. Ал ұйза мәселесі мен жуықтағаны барып келдім, мен шешем 86 жасқа келеді, әбекеңде білді, қалқадетте де барлығы білді. Осы жерде менің қолымда тұрған, Қытайға кеткен, паспортын алып толып кетті де, қайтадан паспорт жасады. Қазір анық ұйзаларда өзгеріс болып кетті, мен барып келдім, әкелелмей қойдым. Алтаймен менің Үрімжімен менің шешемнің тұрған ауылының арасы 1000 километр жер. Соған шешемді алып кел, сол ана ең алдымен өшіртке тұрсын дейді. Түсінікті ағам. Ал онда.